заказ бердім, палау заказ бердім. 4 салат подарок. Қандай, печенье. Керемет столовый балқашта. Тауып алыңыздар. Келіп тамақ ішіңіздер мына жерден. Бір палау заказ бересің, салаттар тегін. На выбор капуста, оливье и морковь. И печенье к чаю. Жақсы. Вчера дома вечером не было. Как печенька? Колонку, да. Еще фирменный су тегін. Мындай су тегін береді екен, фирменный су. Тоқырауын. Балқаштан шықтық, тамақ алдық. Енді тамақ жақсы екен де. Палау кішкене ет қаттылау екен, ата жақсы енді. Салаты несі тегін болды, сушняк берді. Жақсы. Общий чек 2600 теңге болды, шықты жаңа палаудың несі бағасы. Тамағымен салатын 2600 теңге. Это нормально. 3 түрлі салат. Сол сөйтіп енді кетіп баратырық. Мынау дизель айдап жүргендерден болса сұрайын деп едім. Менде баққа подогрев жоқ. Осы аптаның соңында 19 градус болады деп жатыр дейді. Сонымен енді бұл қалай екен? Қатып қалмай ма екен? Сол жағын сұрайын деп едім. Подогрев болмаса, білетіндері болса айтып жүрсеңіздер. Қалай екен? Мен подогрев жасату керек, өткенде 80 мың теңге деп еді подогревті глушительден. Ой, глушительден баққа да жасап береді. Сол жетпейді ғой бізде, қу дүние жетпейді ғой. Жеткізе алмай жатырық қой соны. Сонымен сөйтіп, қар ұшқындап жатыр. Сонымен сөйтіп келе жатыр енді. Таңертең 6-да келген Балқашқа. Әбетке дейін түсірді ғой жүкті ше. Асықпайды ғой ше. Тез түсіріп машинаны жіберу деген жоқ, асықпайды вообще. Лишь өз жұмыстарын бітіру. Жеткенше жаныңды алады да, бірақ қайдасың, айдасай деп. Сонымен сөйтіп келе жатырмыз. Салқындау. Автономканы қосып қойдық. Салон печкасын қосып қойдық. Бәрін қосып қойдық, короче. Мына есікті кеше қаптап алып пленкамен. Мына аяқ есік қаптау керек енді. Мына аяқтан жел үрлейді екен. Сондай. Сөйтіп жаймен келе жатыр. Гүлшат 33 километр бар дейді Гүлшатқа. Кеш жарық көрермендер деп қойайын ба? Кеш батып баратыр мына. Сағат 4 енді болды. Уже кеш батып баратыр жайлақ. Қазір біз Қашқан теңізге жақындап қалдық. Қашқан теңіз, Саршыған, Приозерск өтіп кеттік. Қашқан теңіз енді алдымызда. Құда қаласа Қашқан теңізге келеміз. Уже кеш батып баратыр. Осылай міне кетіп баратыр. Фотондар кетіп баратыр ғой, перегончиктер. Фотондар 5 тонник па, 10 тонник па.
қандай екен белгісіз әйтеуір. Өне өңай фотондар кетіп баратыр. 10 шақтысы кетті әйтеуір. Китаец. Что-то солярканы шығып келе тұр ма? Яғни машинадан өткендер тұр ма? Автобус бұзылып қалған-ау деймін. Деңізге келдік. Балқаш көл қатып қалған-ау деймін уже походу. Балқаштың суы жақсы негізі, тұзды. Балқаштың қай жері еді ана Балқаштың шыға берісіндегі. Алқысап тұрған. Сол жердің суына түскенбіз, керемет енді. Кімнің есінде батырлатып тоқтататын еді ғой осы жерде. Бәріміз тоқтататын еді. Газелінде, фурасында, жеңіл машинесінде бәрін қыратын еді ғой осы жерде. Наркопост Алматыдан или Қарағандыдан шығатын кезде заправкадан қағаз 200 теңгелерді майдалатып алып, сонымен қағаз 200 теңге ұстайтын едік қой. Ставка 200 еді ғой, ұстауасы постта. Кімнің есінде постта ұстауаса 200 теңге берсең жібере салатын еді. Сол кездерде тек қана Шаралдың постысы ғой, 200 теңге берсең жібермейтін. Ояққа 500 теңге беретін еді. Сондай болған еді, өтті ғой о заманда, я қызығы. Машиналар артынан тірек береді, жеңіл машиналар. Алған жасауға тоқтары жоқ ешқайсының. Баласа үзік баласа тұр. Бірақ ан жақта 60 знак қойып қойған ғой. Кетті ғой. Пикап кетті ғой, пикап.